Бәріне сәлем, бүгін мен сіздермен шаш күтіміндегі жіберілетін қателіктер туралы айтып өтемін. Ең алғашқы жіберілетін қателік ол тарақты дұрыс тазаламау. Тарақты міндетті түрде сабын суға жуып, кептіріп, содан кейін ғана шашты тарауға болады. Өйткені тарақ өзінде күнделікті сіздің шашыңызға жиналған шаң тозаңды көп жинайтын болады. Ал екінші жиі жіберілетін қателік ол полотенцаны дұрыс пайдаланбау. Полотенцамен шашты қатты сығып, не болмаса үйкелеп сүртуге болмайды. Жай ғана басу арқылы оны кептіреміз. Екінші қателік, шашты су кезінде мүлдем тарауға болмайды. Жай ғана полотенцамен басыңызды жуып болғаннан кейін орап 15 минутқа өзінің табиғи жолмен кебуіне уақыт береміз. Одан кейін ғана фенді пайдаланамыз. Ал үшінші қателік ол басты дұрыс жумау. Егер сіз аптасына басыңызды 2 рет жуатын болсаңыз, онда шашыңызды әр жуғанда 2 қайтара жуып отыру керек. Ал күнделікті шашыңызды жуатын болсаңыз, онда 1 рет жуу жеткілікті. Және маңызды ақпарат, шампуньді только түбіне ғана жағамыз. Төртінші қателік ол кондиционер пайдаланбайтын кісілерге арналады. Әр әйел адамзаты шашының ұзындығына қарай міндетті түрде кондиционер не болмаса бальзам пайдалану керек. Ол шашыңыздың шатаспауына біріншіден көмектеседі. Екіншісі, келесі жуғанға дейін шашыңызды қорғап, жаман факторлардан сақтап тұратын болады. Сол үшін міндетті түрде кондиционер бальзам пайдаланыңыз. Бесінші қателік ол дұрыс резинка таңдамау. Резинканың қатты болмау керек және шашты қатты тартып орап жинауға болмайды. Ең пайдалы резинка ол жұмсақ материалдан жасалған, не болмаса силиконовый резинка. Ол шашты шатастырмайды және жұлып оны бұзбайды. Ал ең көп жіберілетін қателіктің бірі шашты дұрыс кептірмеу. Фенмен астынан жоғары қарай кептіруге болмайды. Тек түбінен ұзындығына қарай жүріп отырамыз. Фенмен шашты кептірген кезде тарауға болмайды. Шаш 80% кепкеннен кейін ғана шашты тараймыз. Фен не болмаса утюжок, плойканы жиі қолданатын кісілер міндетті түрде шашыңызды жуып болғаннан кейін су шашқа термозащита себу керек. Ол шашты сізді ыстық температурадан қорғап, күйу немесе құрғауына жол бермейтін болады. Шаштың ең қорқыныштысы ол суық ауадан ыстық ауаға, не болмаса ыстық ауадан суық ауаға резкий перепад температурадан құрғап кетуі. Сол себепті қыстың күні минус температурада шашты шапкамен не болмаса шарфпен қорғап жүру керек. Ол өте маңызды. Ал жаздың күні шашымызды күн көзінен қорғауымыз керек. Қатты күн ыстықта шашымыздың түсі өңіп, құрғақ және сынғыш болады. Ондай жағдайда шашымыздың ұзындығына май жағып қорғауымызға болады, өте жақсы көмектеседі. Ал тарақ таңдаған кезде ең алдымен сіздер тарақтың тісіне мән беру керек. Сіздер тарақтың тісі бір-біріне алыс орналасқан болу керек. Яғни тістері ірі тарақты таңдайсыздар. Тарақты 2-3 ай сайын ауыстырып және де күнделікті жуып отыру керек. Сол кезде шашыңызға ешқандай зияны тимейтін болады. Шашты тараған кезде ұзындығынан жоғары қарай өтетін боласыз. Түбінен ұзындығына тарауға болмайды. Шашыңыз табиғи жолмен жақсы ұзын және жылтыр болып өсу үшін жеген тамағыңызға өте қатты мән беріңіз. Міндетті түрде күніне жоқ дегенде 1,5-2 литр су ішуді ұмытпаңыз. Оған шашқа берер пайдасы өте мол.